Сәлем достар, бүгін осындай өте оңай әрі дәмді духовкасыз 5 минутта дайын болатын пицца дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге жұмыртқа, одан кейін қаймақ және де ұн қажет болады. Осы үшеуін венчикпен жақсылап араластырып аламыз. Мына жерде кеңдеу ыдыс пайдаланғанымыз жөн. Жақсылап араластырып аламыз, біркелкі масса болғанша дейін. Бізде аладушкидің қамыры сияқты масса болады. Енді сковородкамызды қыздырып, оған сұйық майымызды жағып, одан кейін массамызды осылай біркелкі етіп жайып шығатын боламыз қасықтың көмегімен. Бұл пиццаны мен аптасына бір рет міндетті түрде жасаймын, себебі балаларым кейде пицца жасап бер деген кезде қамыр ашытып жатудың қажеті жоқ, осы пиццаны жасай қоямын. Және де духовкада пісірілген пиццадан ешқандай айырмашылығы жоқ деп ойлаймын. Қамырын жайып болғаннан кейін үстіне жақсы көретін кетчупымызды жағып, одан кейін қалауыңызша колбаса, помидор немесе басқа да заттарды қойып, оның үстіне мен кусоктап туралған сырды қоямын және де соңынан теркіден өткізілген сырды себемін. Сол кезде жақсы созылып, күшті болып піседі пиццамыз. Газдың астын орташа деңгейде пісіріп аламыз. Піскенін осылай тексеріп аламыз, немесе пышақпен түртіп қарасаңыздар болады. Өте дәмді пиццамыз дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер, ас болсын. Назарларыңызға рахмет. Және де рецепт ұнаса лайк басып, каналға тіркеліп қойыңыздар.